Қоңыр топырақты тау баурайының әсем аңғарында орналасқан Жамбыл облысы Қордай ауданына қарасты Құтты Сұлу төр елді мекені талай игі перзентті төсінде әлдилеп өсірді. Номер 38-ші Сұлутөр орта мектебі ғимараты 1986 жылы салынды. Мектептің салынуына, көркеюіне үлкен үлес қосқан сол кездегі Красный Октябрь колхозының басшысы Саят Келдібайұлы Сарғасқаев еді. Мектеп 3 қабатты, сыйымдылығы 624 орын. Оқу бөлмелерінің саны 16. Жаңа модификациялық бөлмелер саны 4. Олар физика, химия, биология, лингофон бөлмелері. Спорт зал, мәжіліс залы 100 орындық, асхана 60 орындық. Мектепке 2020 жылдың маусым-қыркүйек ай аралығында күрделі жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Мектепте оқушылардың білім алуына толық жағдай жасалған. Адамзат жетім болмайды, халықтан болса панасы, халық жетім болмайды, басшысы болса данасы деп Сырымдатұлы айтқандай, номер 30-ші Сұлутөр орта мектебінде Тілеуқабылова Әсел Бақытовна 2013 жылы 20 ақпаннан бастап директор қызметін атқарып келеді. Еліміздің білім саласындағы жаңашыл өзгерістер білім берудің жаңа мазмұндағы жүйесін қалыптастырса, сол жаңашылдыққа толы оқу үдерісін табысты ете алған білім мекемесінің бірі номер 30-ші Сұлутөр орта мектебі. Атап айтатын болсақ, рейтинг көрсеткіші бойынша аудан көлемінде 2018-2019 оқу жылында 503 балл және 2019-2020 оқу жылында 627 балл көрсеткішін көрсетіп, жұмыс режиміндегі мектеп қатарында болдық. Ал 2020-21 оқу жылында өсу динамикасы 2171 балл көрсеткішіне дейін көтеріліп, даму режиміндегі мектеп қатарына қосылдық. Мектеп директоры Тілеуқабылова Әсел Бақытовна кәсіби өсу тәжірибесін арттыру мақсатында 2014-2015 оқу жылында Алматы қаласындағы педагогикалық шеберлік орталығында мектеп басшыларына арналған деңгейлік бағдарламалар негізінде 9 айлық курс және 2016 жылы Тараз қаласында Назарбаев зияткерлік мектептері педагогикалық шеберлік орталығының мектеп басшыларына арналған жаңа мазмұнды білім берудің курсы бойынша біліктілігін арттырды. Бүгінгі таңда мектеп директоры өз кәсіби құзыреттілігін жетілдіру арқылы Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін жалпы орта білім беру мекемелеріне трансляциялау, оқу сапасын арттыру мен тәрбие үрдісін жақсартудың стратегиялық жоспарларын қалыптастыру, мектептің жаңа мазмұнды оқу мен оқыту тәжірибесін жетілдіру, педагогикалық қызметкерлермен тренинг, коучинг және тәжірибелік семинарлар жоспарлау, өткізу, талдау, есеп дайындау сияқты шеберлік мүмкіндіктерін тәжірибе барысында жетілдіріп келеді. Сонымен қатар, мектеп директорының басқару тәжірибесінің басты бөлігі оның кәсіби бағыттағы жетістіктері екені анық. 2016 жылғы ауданның қоғамдық жұмыстарына белсене қатысқан үшін аудан әкімінің алғыс хаты. 2018 жылы Жамбыл облысы кәсіподақтар орталығы аумақтық кәсіподақтар бірлестігінің құрмет грамотасы. 2018 жылы абаттандыру, көгалдандыру және санитарлық тазалық бойынша үлгілі мектеп номинациясының 2-ші дәрежелі дипломы. Басшы абыройы, мектеп мерейі, ендеше саналы оймен сапалы жұмыстарды ұйымдастыра білген табысты менеджерге сәттілік тілейміз.